Қазақстандағы телевизиялық сериалдардың индустриясы мәселесіне келетін болсақ, мен бір мысалдан бастағым келеді. Осыдан 12 жыл бұрын мен қазір басқарып отырған Қазақстан телерадио корпорациясы тұңғыш қазақ тіліндегі сериалды түсірді. Ол кезде сериал түсіретін бірде-бір елімізде продакшн компания, бірде-бір студия немесе режиссер, операторлар жоқтың қасы еді. Сонда сол ерлікке бізбен бірге барған, осы арамызда бүгін отырған қазақтың қазіргі белгілі режиссер әрі продюсер, Қазақфильмнің төрағасы Ахан Сатаев еді. Бұл енді 12 жыл бұрынғы жағдай, ал қазір 12 жыл өтті. Міне бір ғана мысал келтіргім келеді. Осыдан бір апта бұрын біз келесі жылдың сериалдардың конкурсын аяқтадық. Біздің конкурсқа 178 ұсыным келіп түсті. Бұл дегеніңіз 178 ұсынымның артында үлкен командалар, продакшндар, студиялар, мамандар, осы саланың шеберлері тұр. Яғни қазір біздің елімізде бұл сериалдар индустриясы өте жақсы, қарқынды дамып жатыр деп айтуға толық негіз бар. Бастапқыда жеңілдеу форматтарды таңдайтынбыз, яғни мелодрама, драма, комедия сияқты. Соңғы жылдары, соңғы бірнеше жыл бойына өте күрделі тақырып, өте күрделі формат, тарихи тақырыпқа қарай бет бұрдық. Біз мысалы Қазақстан корпорациясы жыл сайын 16 жаңа телехикая өндіреміз, телесериал жасаймыз. Солардың ішінде, мысалы, өткен жылы карантин кезінде Абай мен Әл-Фарабиді шығардық. Өте күрделі, біз үшін үлкен бір сынақ болды. Біріншіден карантин, екіншіден тәжірибеміз аздау. Әрине көптеген кемшіліктерде жіберілді, оны біз де өзіміз талқылап, талдап отырмыз. Биыл біз үшін жаңа сынақ, жаңа мақсат. 16 сериалдың ішінде 6 сериал бізде тарихи тақырыптарға арналған. Олардың негізгі бөлімі біздің ұлтымыздың, еліміздің әртүрлі замандағы тарихында із қалдырған белгілі әйгілі азаматтардың тарихына арналады. Көп жағдайда әлі де тағдырлары белгісіз болған тұлғалардың өмірлеріне немесе тарихи әртүрлі оқиғаларға арналады. Мысалы, бір сериалымыз биыл 18-19 ғасырда Бөкей Ордасын құрған Жәңгір ханның тағдырына арналса, екіншісі Алаш көсемі біздің белгілі әйгілі қоғам қайраткеріміз Ахмет Байтұрсыновтың өте күрделі өміріне арналады. Алғашқы қазақтың академигі Қаныш Сәтпаевқа арналған үшінші сериалымыз бар. Және тағысын тағы осындай тақырыптар.